Кесір тілігі операциясымен босану қандай жағдайларда жүзеге асады? Одан кейін әйел адам өзін қалай күтуі керек? Келесі жүктілікті қалай жоспарлау керек? Міне осы туралы бүгінгі видеода айтатын боламыз. Сәлем сұлу ханымдарым, сіздермен бірге акушер-гинеколог дәрігер Гүлімхан Мырзабекқызы. Мен бүгінгі видеода сіздердің сұрауларыңыз бойынша кесір тілігі операциясы туралы видеоны дайындадым. Осы тақырып қызық болатын болса, видеоны соңына дейін қараңыз, каналға тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда сіздер видеоны ең алғашқы болып көретін боласыздар. Және егерде видео ұнап жатса, өздеріңізге лайк басып, комментарий бөліміне сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Ал мен міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Кесір тілігі операциясы дегеніміз бұл әйелдің немесе баланың өміріне қандай да бір қауіп төнген жағдайда арнайы көрсеткіштермен әйел адам өзі босануына мүмкіндігі болмаған кезде алдыңғы құрсақ қабырғасын және жатырды тілу арқылы ұрықты және ұрық жолдасын шығарып алу үшін жасалынатын операция. Алдын ала сіздердің сұрақтарыңызға жауап бере кетейін. Кесір тілігі Қазақстанда әйел адамның өзінің қалауымен немесе жаңағыдай толғақтың ауырсынуынан қорыққандықтан, шыдай алмағандықтан жасалмайды. Бұндай көрсетілімдер тек қана Европа елдерінде және Америкада қарастырылған, ал біздің Қазақстанда және жоғарыда айтып өткенімдей тек қана арнайы көрсеткіштер болғанда ғана жасалынады. Кесір тілігі операциясы екі түрлі жағдайда жасалынуы мүмкін. Ол жоспарлы түрде және шұғыл түрде. Жоспарлы кесір тілігін әйел адам алдын ала, яғни жүктілік кезінде біледі. Ол өзінің учаскелік дәрігерімен бірге дәрігерлік комиссия құра отырып, осы кесір тілігімен босану туралы шешім қабылданады. Және сіз осы өзіңіздің поликлиникаңызда арнайы анализдерді тапсырып, алдын ала дайындалып, яғни порталға қойылып, ол осы босанатын уақыт анықталады. Шұғыл түрдегі кесір тілігі ол көбінше осы ананың немесе баланың өміріне қандай да бір қауіп төнген кезде осы қауіптің алдын алу үшін, яғни болдырмау үшін жасалынады. Көпшілік жағдайларда жыныс жолдарынан қан кету кезінде немесе ұрықтың оттегі жетіспеушілігі болған кезде міне осындай жағдайларда шұғыл түрде кесір тілігі операциясы жасалынады. Ал кейбір жағдайларда, мысалы, жоспарлы кесір тілігіне дайындалып жүрген әйелдер, мысалы дерлік айдың 20 числосына кесір тілігі операциясы жоспарланған болса, 15-ші датада толғағы басталып кететін болса, онда ол әйел, яғни шұғыл түрде кесір тілігі операциясына барады. Кесір тілігімен босануға шешім шығару үшін, ол үшін арнайы дәрігерлік комиссия құрылады. Тек қана мен, мысалы, дәрігер, немесе сіз шешпейсіз. Ол консилиум құрылып, дәрігерлермен бірге заведующий, терапевт дәрігер, қосымша мүмкін, мысалы, онколог, окулист, немесе эндокринолог сияқты дәрігерлермен бірге комиссия құрыла отырып, шешім шығарылады. Келесі сұрағымыз, бұл кесір тілігіне қандай көрсеткіштер бар, жалпы қандай жағдайларда жасалынады? Жалпы бұл көрсеткіштерді сіздің өзіңіздің учаскелік дәрігеріңіз сізде нақты бар ма, жоқ па, оның бәрін толық ақпаратты өзіңіздің дәрігеріңізден алатын боласыз. Ал мен жалпы мысалдарды келтіре кетейін. Ең бірінші, егер сіздің жатыр тілігің екі операциядан кейінгі тілік болатын болса, онда сіз автоматты түрде үшінші босануыңызды кесір тілігі арқылы босанасыз. Ал егерде сізде бір ғана жатыр тілігі болатын болса, онда өзіңіз босанып көруге толықтай мүмкіндігіңіз бар. Яғни барынша өзіңізді психоэмоционалды түрде дайындап, осы жүктілікті, яғни екінші жүктілігіңізді барынша өзіңіз босануға тырысу керек. Екінші, ұрықтың дұрыс емес орналасуы. Әдетте бала, яғни табиғи жолмен босану үшін басымен келеді, немесе жамбасымен келеді. Кейбір жағдайларда, мысалы, бала көлденең орналасуы мүмкін, яғни көлденең орналасқан бала ол ешқалай, яғни өзі туыла алмайды. Кейде бала бетпен орналасады, яғни кіші жамбас қуысына бетпен келген кезде де ол жағдайда әйел адам өзі босана алмайды. Міне осындай жағдайларда сіз толық кесір тілігі операциясына барасыз. Тағы бір көрсеткіш ол тар жамбас. Тар жамбас ол клиникалық тар жамбас және анатомиялық тар жамбас деп бөлінеді. Яғни анатомиялық дегеніміз ол кейбір әйел адамдар, қыз келіншектер қарасаңыздар, өте арық, яғни жамбас қуысы кішкентай болады. Жамбас сүйектері тар деген сөз. Баланы өзі босана алмайды. Ал клиникалық тар жамбас дегеніміз ол әйел адамның жалпы жамбасының өлшемдерінің бәрі қалыпты, бірақ
ұрық яғни өте үлкен болғандықтан, басының көлемі үлкен болғандықтан, яғни бір-біріне сәйкес келмейді. Сол себепті осындай жағдайларда да кесіртілігіне дайындауы мүмкін. Екінші, бұл шұғыл түрде жасалынатын кесіртілігі қалыпты орналасқан ұрық жолдасының мерзімнен бұрын ажырауы. Жатырға бітіп жабысып тұрған, яғни ұрық плацента дейміз ғой, жабысып, сол егер жатырдың шетінен ажырайтын болса, ажыраған жерден қан кетеді. Яғни бұндай жағдай әйелдің не баланың өміріне өте үлкен қауіп төндіреді. Яғни баланың іште шетінеп кету қаупі бар. Плацента дегеніміз бұл ұрықтың негізгі қоректік көзі. Плацента жатырдан ажырап кететін болса, онда бала іште шетінеп кетуі мүмкін. Міне осындай жағдайларда шұғыл түрде, яғни 15 жарты сағаттың ішінде дәрігерлер кесіртілік операциясын жасайды. Кейде мысалы әйел адамды өзін жаңағы босануға, табиғи жолмен босануға жіберуі мүмкін, иә. Көбінше білесіздер, босанған әйелдер жаңа роддомда КТГ аппараты бар. Яғни ол ұрықтың жүрек соғысын бақылап отыратын аппарат. Яғни осы зерттеудің нәтижесінде қандай да бір ұрықтың іште гипоксияның белгілері, жүрек соғысының қатты мысалы 180-нен жоғарылап кетеді, немесе 100-ден төмен, яғни брадикардия дейміз. Міне осындай жағдайларда ұрықтың өміріне қауіп төнген жағдайларда шұғыл түрде кесіртілігі операциясына алады. Кесіртілігі операциясы кезінде екі түрлі анестезия жасалынады, яғни ауырсынуды басу. Бірінші түрі жалпы анестезия, екіншісі ол регионарлы анестезия. Көпшілік жағдайда регионарлы анестезия жасалынады. Оны яғни екі түрі бар, эпидуралды немесе спиналды анестезия. Ауырсынуды басу әдісін қандай әдіспен жасау, не үшін, не себепті, қалай қолданылатын барлығын операциядан алдын врач-анестезиолог келіп сізбен сұхбаттасып, әдісін барлығын яғни түсіндіріп береді. Регионарлы анестезия кезінде әйел адам диафрагмадан төмен қарай сезбейді, ал одан жоғары барлығын сезіп, есіңізді бәрін біліп жатасыз. Босану процесіне әйел адам тікелей қатысады. Мысалы, баласының босанғанын көріп, сезініп жатуға мүмкіншілік бар. Жалпы анестезия кезінде әйел адам толықтай ұйқыда болады, ол өзінің арнайы көрсеткіштерімен жасалынады. Кесіртілігімен босанған әйелдер көбінше өзі босанған әйелдерге қарағанда стационарда көбірек болады. Жағдайына байланысты 3 тәуліктен 7 тәулікке дейін болуы мүмкін. Операциядан кейінгі алғашқы 6-12 сағаттың ішінде осы медперсоналдар сізді орныңыздан, яғни қозғалып, отырып тұруыңызды сұрайды. Жалпы бұл спайканың болмауы үшін және де ішектің перистальтикасы қалпына келуі үшін жасалынады. Операциямен босанған әйелдерге көбінше қасына партнер алуға рұқсат береді. Қасыңызда сіздің апаңыз, сіңіліңіз болатын болса, ол сіздің ары-бері қозғалыс жасап, балаңызды емізетін кезіңізде, орныңыздан тұратын кезіңізде, тамақ жейтін кезіңізде сізге көмектесіп, барынша көмегін тигізеді. Келесі талқылайтын сұрағымыз, кесіртілігі операциясымен босанғаннан кейін, үйге келгеннен кейін әйел адам өзін қалай күтуі керек? Міне осы сұраққа тоқтала кетейік. Ең бірінші айта кететін жайт, сіз осы роддомнан шығатын кезде сіздің қолыңызға міндетті түрде дәрігер выписка береді. Яғни осы выписканың ең соңғы бетіне сіз үшін арнайы қандай рекомендациялар берілді. Міне осы толық жазылады. Сол жерді сіз міндетті түрде оқып шығуыңыз керек. Кесіртілігі операциясымен босанғаннан кейін, егер де шовқа арнайы бір күтім қажет болса, антисептик растворлармен өңдеу қажет болатын болса, онда оны міндетті түрде сізге дәрігер айтып ескертеді. Ал егер де барлығы жақсы болатын болса, жалпы кесіртілігі операциясынан кейінгі шовқа ешқандай арнайы бір заттармен өңдеудің қажеті жоқ. Егер де сізге шов, яғни шешуі керек болатын болса, онда осы босанудан кейінгі 7-ші немесе 10-ші тәуліктер арасында сіз өзіңіздің учаскелік дәрігеріңізге барып шовты шештіру керексіз. Ал егер де косметикалық шов салынатын болса, онда бұндай шовты шешудің қажеті жоқ, яғни ол өзі іште бітісіп кетеді. Үйге келгеннен кейін қыздар, ең бірінші ұсыныс бұл әйел адам операциямен босандым, ауыр босандым деп үйде жатып алмаңыз. Міндетті түрде сіз операциямен босанғаннан кейін үй ішінде, яғни қозғалыста болу керексіз. Шамадан тыс нагрузка түсіруге болмайды. Өзіңіздің балаңыздың салмағынан артық ауыр зат көтермеңіз. Резкий движение дейміз, осындай движениялар жасамаңыз. Себебі шовтың, яғни ажырап кету қаупі бар. Орныңыздан, кроваттан
орнымыздан тұрған кезіңізде, яғни тіке тұрмаймыз, ең бірінші оң жақ немесе сол жақ жамбасымызға ауысып, содан кейін солай орнымыздан тұрамыз. Келесі ұсыныс бұл барынша іш қату, яғни запор дейміз ғой, осының алдын алыңыз. Қажет болған жағдайларда қосымша жаңағы ішті жүргізетін дәрілік заттарды қабылдауға болады. Рационыңызға міндетті түрде көбірек сұйық тағамдарды, овощи, фруктыларды қосып, судың температурасы міндетті түрде жылы болу керек. Яғни ол салқын емес, қатты ыстық емес, осындай бір жылы температураны дағы суды ішетін болсаңыз, ішектердің жақсы жұмыс істеп, яғни үлкен дәреттің дұрыс болуына көмектеседі. Және де үйге келгеннен кейін, яғни душ қабылдаудан қорықпаңыз. Жуынып болғаннан кейін күніне кемінде 2-3 рет воздушная ванна жасау керек. Яғни осы шомылып болғаннан кейін шофтың бетін арнайы таза мақтадан жасалған сүлгімен сүртіп, яғни оны бір 10-15 минут ашық күйінде қойып қоямыз. Сол кезде шофтың тезірек жазылуына мүмкіндік туады. Келесі сұрағымыз бұл жүктілікті жоспарлау. Жалпы кесар тілігі операциясымен босанғаннан кейін келесі жүктіліктің, яғни екі жүктіліктің арасы кемінде 2,5-3 жыл болуы керек. Яғни осы уақыттың аралығында сіздің жатырыңыздағы тігіс, яғни толықтай жазылып, келесі босануға дайын болады. Және де сіздің осы әйел адамның өзінің ағзасы босанып болғаннан кейін, бала емізіп болғаннан кейін толық жаңағы витаминдерді қабылдап, келесі жүктілікке дайын болу үшін кемінде 2,5-3 жыл қажет. Енді егерде сіз осы кесар тілігімен босанғаннан кейін, 1 жылдан кейін немесе 1,5 жылдан кейін егер көтеріп қоятын болсаңыз, онда алдын ала жаңағы учетқа тұрып, дәрігермен кеңесіп, яғни бұл жүктілікті де босануға мүмкіндігіңіз бар. Тек қана осы дәрігердің айтылған ұсыныстарын бәрін толық орындап, жүктілік кезінде қатаң бақылауда болу керексіз. Және кесар тілігі операциясымен босанған әйел 6 апта өткеннен кейін осы гинеколог дәрігермен барып контрацепция әдісін міндетті түрде таңдап алу керексіз. Яғни сіз осы алдағы 2,5-3 жыл ішінде қандай әдіспен қорғанасыз, осының бәрін толық шешіп, яғни сол бір әдісті таңдап, міндетті түрде жүктіліктен қорғану қажет. Мінекей сұлу ханымдарым, мен бүгінгі видеода сіздердің сұрауларыңыз бойынша осы кесар тілігі операциясына байланысты, күтімге байланысты толық ақпарат беруге тырыстым. Егер де сіздің басқа да қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, онда астына комментарий бөліміне жаза кетіңіз, мен міндетті түрде жауап беремін. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және подписаться етіп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі видеоға дейін қоштасамын.